Бұдан құтылудың амалы соғыс ашу. Міне сол соғыстар басталып жатыр. Украинада басталды. Мінекей Израиль менен Палестина. Бұл әрі қарап жалғасатын түрі бар. Экономика, одан кейін саясат, идеология ішінде айтылған жоқ. 30 жыл бойына барлығымыз білеміз. Идеология болмағаннан кейін қазір біз белгілі бір деңгейде рухани деградацияға ұшырап отырмыз. 93 жылы теңге шыққан кезде $1 4 теңге тиындары бар бұлар. $5 дейік шамамен. Бүгін 500 теңгеге жетті. Ал енді қараңыздар, біздің айлығымыз, пенсиямыз, басқалар 100 есе өскен жоқ бұл. Біз атымызбен қалдық та, өкінішке орай, мұсылман деп, исламды ұстанамыз деп. Іс жүзінде бізде көп жағынан мұсылманшылық жоқ.